Мінекей диагностический центр, тек қана орыс тілінде мана інше хабарлап келе жатыр. Тілін сатқан, ұлтын сатқан, көріңіздер. Қазақ. Маған айтып қойды, өзі таза қазақша сөйлейді. Айтады, сіз орысша айттыңыз, мінекей, мені келемеждеп тұр. Енді өзінің тілін, ұлтын келемеждеп тұр ғой. Түкірші айтқан, мінекей бізде барлығы адам дұрысты тілде болады. Деп ана жолы жиылдыс өткен. Мінекей мынау 3-ші маршрут. Автобустың номері қандай? Маршрутканың номері қандай? Так, мінекей 3, аха. Номері. Мінекей қараңыздар қандай номері? Алло. Мінекей, осындай құл саналы қазақтарды осы автопарк жинап алған. Басшысы нацист па, понаехавший ма, шовинист па, мәңгүрт, мәмбет па, осындай құл саналы қазақтар жинап алған. Мінекей жаңа тыңдап отырыңыздар, барлық аялдамалар тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Енді құлдық саны. Өзіне жаңа айттым, раб должен быть здоровым, говорить на языке хозяина. Әбден солай енді құлақ кесті құл болып алған. Солай ойлаймын, сонда жинап алған. Енді Украинада соғыс ашқанда да сатқындар ішіндегі құлақ кесті орыстың құлдары бірінші оқ атты ғой украиндарға. Мыналар енді мынандай інішектер соның қатарынан. Қараңдар, бүкіл қазақтар, көріңдер, бүкіл Қазақстанның қазақтары, қараңдар, бізде қандай жүргізушілер керек өде. Осыны жинап отырған, осындай жағдайға ұшыратып отырған, осылай әдейі тәрбиелеп отырған қала әкімі Байқанов, Түкіші Арслан деген жігіт. Мінекей Кереку қаласы бізде.